Сәлеметсіздер ме, оқушыларым? Сіздермен бірге Сен мұғалім каналы. Достар, біз бүгін 10-шы сыныптың география пәнінен 2-ші тоқсанға арналған қоғамдық жарылсын және математика бағытындағы ТЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Достар, тапсырманы бастамас бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды, бұл бізге өте шабыт береді және көптеген видеолар түсіруге мотивация береді. Сіздерден бар керегі осы, және видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бірінші сұрақ: геоэкология ғылымының салалық құрылымын анықтаңыз. Төмендегі суретті пайдалана отырып, геоэкология ғылымының негізгі категорияларын сипаттаңыз дейді. Бізде сурет берілген, сурет бойынша бұл бізде экология негізінен бөлінеді, геология болады. Бұл бізде су ауасы және ауа. Осы және де геоморфологическая болып бөлінеді. Және бізде сұрақ: ауа ортасы ауаның сулы газдармен ластануы, ауа озон қабатының жоғаруы. Сулы орта дегеніміз бұл бөлінген су қоймалар, судың ластануы. Үшінші: геоморфологиялық орта бөлінген және шаруашылық айналымынан шығарылып тасталған алқаптары, кен байлықтарын ашық әдіспен шығару кезінде пайда болған үйінділерді рекультивациялау. Екінші сұрақ: дүние жүзінің ластану деңгейі бойынша аудандармен танысып, табиғи бұзылу деңгейін топтастырады дейді. Картадағы токсинді ластану индексін пайдаланып, аймақтарды ластану деңгейі бойынша топтастырыңыз. Бізде берілген, қарап тұрсаңыздар, бұл жерде карта берілген. Карта бойынша кесте сызамыз. Бұл жерде аймақтар, токсинді ластану индексі және токсинді ластану индексі дейді. Бұл бізде бірінші Африка 16-30, бұл өте төмен. Солтүстік Америка 61-75 орташа және Еуразия бұл бізде 106-120 жоғары болып табылады. Екінші бұл Қазақстанның токсинді ластану индексін көрсетіңіз. Бізде бұл өте жоғары, яғни 121 немесе 121, 135 болып табылады. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақ: озон қабатының жұқаруының себеп салдарын сипаттаңыз дейді. Бізде қарасақ, озон қабатының жұқаруы көрсетілген. Сұрақ: төмендегі суретте қандай ғаламдық проблема көрсетілген анықтаңыз дейді. Бұл бізде озон қабатының жұқаруы. Екінші сұрақ: ғаламдық проблеманың пайда болуының екі себебін жазыңыз. Бұл бізде ғарыштық аппараттар немесе ядролық жарылыс. Үшінші сұрақ: ғаламдық проблеманың салдарын сипаттаңыз дейді. Бұл бізде географиялық қабықтың құрамдас бөліктерінің өзгеруіне, түрлі ауруларға ұшырауына әкеледі. Бесінші тапсырма: мәтінмен танысыңыз дейді. Бүгінгі таңда атмосфераның ластануының негізгі себептері ауаға адамның іс-әрекетінен әртүрлі газдардың ауа ластағыш заттардың шығарылуы. Ластағыш заттардың негізгі көздері өнеркәсіп, автокөлік, завод, жылу энергетикасы, соғыс қаруларын сынау, ғарыш кемелері мен ұшақтар. Ауаның ластану себебін түсіндіріңіз дейді. Бұл бізде ауаға адамның іс-әрекетінен түрлі газдардың шығарылуы. Екінші сұрақ: жергілікті жердегі заттардың ластануына әсер ететін екі мысал. Ластағыш заттардың негізгі көздері өнеркәсіп, автокөлік, завод, энергетикасы, соғыс қаруларын сынау, ғарыш кемелері мен ұшақтар. Аталған мәселенің екі шешу жолын ұсыныңыз. Қалдықсыз өндірістерді, технологиялық процестерді іске қосу және газ тазалау жүйесін енгізу. Бұл сұрақтардың барлық жауабы мәтінде берілген. Сол үшін мәтінді дұрыстап, мұқият оқып шығыңыздар. Мәтінде барлық сұрақтың жауабы бар. Келесі сұрақ:
6-шы сұрақ. Арал теңізі табиғатының өзгеруіне әсер еткен антропогендік факторды жіктеп график сызу арқылы зерттеңіз дейді. Сұрақ. Антропогендік факторларды жіксеңіз дейді. Бұл бізде бірінші жіктегенде жанама немесе тікелей. Жоқ, жанама және тікелей болып табылады. Екінші сұрақ. Арал теңізінің табиғатына әсер ететін антропогендік факторды анықтаңыз. Бұл бізде жанама. Соңғы сұрақ. Төмендегі картаны пайдалана отырып, Арал теңізінің ауданын сызыңыз дейді. Бұны сызу өздеріңіз дәптерлеріңізге сызасыздар, өте оңай. Суармалы егіншіліктің дамуы. Бұл жерде суретті қарасақ, 1957, 1982 және 2015 жылдары берілген. Яғни біз қарасақ, бұл жерде Арал теңізінің жылдар бойы тартылып жатқаны берілген. Яғни 1957 жыл мен 2015 жылды салыстырғанда тіптен нашарлап кеткен жағдайы. Яғни Арал теңізінің ауданын сызу өте оңай. Келесі сұрақ. Бұл бізде 7-ші сұрақ. Табиғатқа тиімді, тиімсіз әсер ететін антропогендік факторларды анықтап, азайту жолдарын ұсыныңыз дейді. Төмендегі суретті пайдалана отырып, табиғатқа тиімсіз екенін анықтаңыз дейді. Бірінші сурет тиімсіз. Өйткені бұл жерде зауыттардан шыққан түтіндер ауаны ластап, озон қабатының жұқаруына алып келеді. Екінші сурет тиімді. Бұл адамның қолымен жасалған дүние, бұл екеуі де, бірақ бұның табиғатқа ешқандай зияны жоқ. Сондықтан бұл тиімді. Екінші сұрақ. Табиғатқа антропогендік факторды азайту үшін өз жобаңызды ұсыныңыз дейді. Бұған әрқайсысы өз жобасын ұсынады. 8-ші сұрақ. Қазақстан аумағын экологиялық тұрғыдан аудандастырып, экологиялық қауіптілігін салыстырыңдар дейді. Берілген картаны пайдаланып, тапсырманы орындаңыз. Сұрақ. Экологиялық қауіптілігі жоғары және ең төмен аймақты салыстырыңыз. Бұл жерде экологиялық қауіптілігі ең жоғары Шығыс Қазақстан, ал ең төмен аймақ бұл бізде Қазақстанда Көкшетау. Соңғы сұрақ. Экологиялық қауіптілігі қолайлы аймаққа сипаттама беріңіз. Қорықтар, ұлттық саябақтар, биік таулы аймақтар жатады. Достар, біздің 10-шы сыныптың география пәнінен ТЖБ тапсырмалар осымен аяқталды. Барлығы да оңай сұрақтар. Біздің арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бұл бізге өте үлкен мотивация болады. Сіздерден сабақтарыңызға сәттілік, демалыстарыңызға жақсы демалыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.